Сәлеметсіздер ме 3 сынып білім алушылары. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін пайдалану. Бүгінгі сабақ мақсаты: сіздер тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренесіздер. Олай болса, жаңа тақырыпты тыңдайық. Балар, 60 пен 10-ның қосындысын 2-ге бөлу. Бұл есепті қарастырайықшы. 60 пен 10-ның қосындысын 2-ге бөлгенде біз көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланамыз. Кешегі сабақты еске түсірсеңіздер, көбейтудің терімділік қасиетінде қосылғыштарды жеке-жеке бөліп немесе көбейтіп аламыз. Яғни 60-ты 2-ге бөлеміз, және ортасында қосу тұр ол қалады, көшіреміз, және 10-ды екінші қосылғыш 2-ге бөлеміз. Сонда бірінші қосылғышты бөлген кезде 60 пен 2-ның бөліндісі 30-ға тең. Келесі екінші қосылғыш 10 мен 2-ні бөлген кезде 5-ке тең болады. 30 пен 5-дің қосындысы 35-ке тең. Дәл осылай 600 пен 100-дің қосындысын 2-ге бөлейік. Әрқайсысын бөліп шығамыз. 600-ді 2-ге бөлеміз, қосамыз, 100-ді 2-ге бөлеміз. Сонда 600 пен 2-ның бөліндісінен бізде 300 саны шығады. 100 пен 2-ның бөліндісінен 50 шығады. 300 пен 50-дің қосындысы 350-ге тең. Келесі есепті қарайық. 70 пен 2-ның бөліндісі. Бұнда біз оңай тәсілді аламыз, яғни 70-ті 60 пен 10-ның қосындысы деп жазып аламыз. Сонда 60 пен 10-ды қосқанда бізде 70 шығатынын білеміз. Ең алдымен 70-ті 60 пен 10-ның қосындысы түрінде алып, 60-ты бірінші 2-ге бөлеміз, одан кейін 10-ды 2-ге бөлеміз. 60-ты 2-ге біз жаңа ғана бөлдік, 30 шығады, 10-ды 2-ге бөлдік, 5 шығады. 30 пен 5-дің қосындысы 35-ке тең. Сонда қараңыздар, 70 санын 2-ге бөлгенде біз 70-ті 60 пен 10 сандарының қосындысы деп аламыз. Дәл осылай 700 пен 2-ні бөлгенде де 700-ді біз 600 пен 100-дің қосындысы екен білеміз. Өйткені 700 600 пен 100-дің қосындысына тең болады. 600-ді 2-ге бөлеміз, сосын 100-ді 2-ге бөлесіздер де шыққан санды бір-біріне қосасыздар. 350 шығады. Дәл осы есепке түсіндірме жұмысына қарап отырып, номер 2-ні орындаймыз. Ал олай болса, балалар, үй жұмысын орындағаннан кейін жоғарғы жағынан 4 торкөз санаймыз. Дәптердің сол жақ шетінен 9 торкөз санап, бүгінгі айкүнді жазайық. 9 қаңтар сынып жұмысы. Балалар, номерді біз ортаға жазамыз, ал есептерді шығарғанда дәптердің шетінен 2 торкөз қалдырып отырамыз. 2 торкөзден кейін үшіншісіне жазатын боласыздар. Осы дәптерге жазу ережесін сақтайық. Номер 2-ның біріншісін түсіндірейін. 600 пен 5-дің бөліндісін тиімді тәсілмен есептеу керек. Ол үшін 600 санын біз 500 пен 100-дің қосындысы деп аламыз. Өйткені 600-ді 5-ке бөліп отырғанша, біз 500-ді жеке-жеке 500-ді 5-ке бөліп, сосын 100-ді 5-ке бөліп, жеке бөліп, оны қосқанымыз тиімді болады, оңай. 500-ді 5-ке бөлеміз, 100 шығатынын білеміз. 100 пен 5-дің бөліндісі 20-ға тең. Сонда 100 пен 20-ны қоса салғанда 120. Яғни 600 пен 5-дің бөліндісі бізде 120-ға тең. Осыған қарап отырып, номер 2-ның қалған есептерін шығара қойыңыздар. Келесі тапсырма. Номер 4. Есеп бойынша өрнек құрып, оны шығар. Есепті оқимын, тыңдаңыздар. Номер 4 бізде оқулығымыздың 7-ші бетінде. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Оларды теңдей бөліп, 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырды? Есептің қысқаша шартын жазайық. Қыз 40, ұл 30. Барлығын 2 автобусқа бөлді. Әр автобуста неше бала? Балалар, есептің қысқаша шартын сіздерге бердім, ал есепті енді өздеріңіз жаза қойыңыздар. Шешуін, жауабын өздеріңіз шығарыңыздар. Сіздерге ескерту, бұл 2 амалмен шығарылатын есеп.
Номер 6 мен 7-ні өздік жұмыс ретінде өздеріңіз шығарасыздар. Үй жұмысына номер 3 табасыздар. Номер 3 6-шы бетте. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.